Құрметті менің тыңдармандарым, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ахметбек пен Қасен. Ертеде, есте жоқ ескі заманда бұл дүниеде бір хан өмір сүріпті. Оның селт етпейтін сенімді 40 уәзірі болыпты. Көп уақытқа дейін ханда да, оның 5 уәзірінде де бала болмапты. Алла тағаланың мейірімі түскен бір күні екеуінің де әйелдері дүниеге бір ұлдан алып келіпті. Ханның ұлына Қасен, ал уәзірдің ұлына Ахметбек деп ат қойыпты. Туғаннан бастап балалар айырылмастай болыпты. Бірге тәрбиеленіп, әртүрлі ғылымға бірге бейімделіпті. 15 жасында екеуі де бір топ ғалымдарға бергісіз оқымысты болып қалыптасыпты. Күндердің күнінде олар қалың кітаптардың бірінің ішінен бірі ханның жұмбақ қызы өзі тұратын қала мен хандықты хабарлап жазған қағазды тауып алады. Қағазда сонымен қатар хан мен қызының жұмбағы бар екен. Кім сол жұмбақтың шешуін тапса, жұмбақ қыз соған тұрмысқа шықпақ, ал таппаса басынан айырылады. Өз бақытын сынап көрмекші болған үміткерлер де аз болмапты. Көзсіз батылдыққа барған батырлардың иықтарынан ұшқан бастары да аз болмапты. Ахметбек пен Қасен болса, ойлана отырып, мынадай топтамаға келіпті. Қаншама жылдар бойы біз ғалымды оқыдық. Басымызды бәйгеге тіксек те, өз күшімізді сынайтын кез келген сияқты. Ал егер жұмбақты шешсек, хан қызын алып келеміз. Осылайша жігіттер жолға шығыпты. Ұзақ жол жүріп, бірде олар бірі тіршілік иесі көрінбейтін таңғажайып жерге келіпті. Ешкімді кездестіре алмаған достар шаршап шалдығып келе жатып, кенеттен таңғажайып сарайдың алдынан шығыпты. Қуанғандарынан аттарынан секіріп түсіп, сарайға кірсе, оның ішінде де тірі жан жоқ болып шығыпты. Тек қана жарқыраған зәулім сарай тұр. Бұл ғажайыпқа таңданған жасөспірімдер сарайды аралап шығып, не де болса да осында түнеп шығуға келісіпті. Аттарының ер-тоқымын шешуге барса, олардың ер-тұрмандары сыпырулы тұр екен. Қайтадан сарайға оралса, дәм-тұзға толы дастархан жаюлы тұр екен. Шай ішуге отырса, шай шыныларға өзі құйылатын екен. Екі дос тойып, тамақтанып алып, аттарын жайылымға жіберуге шықса, аттары жібектей жайқалған жасыл шөпте жайылып тұр екен. Сарайға қарай оралады. Қараса, жайма төсек жаюлы дайын тұр екен. Бұл ғажайыпқа таң қалған екі дос күдіктеніп, ұйықтамау үшін бірге жатуға келісіпті. Қасен Ахметбектен бір нәрсе туралы әңгіме айтып сұрапты. Ахметбек ұзақ тарихты баяндай бастады да, Қасеннің қалай ұйықтап қалғанын байқамай қалады. Таңға жақын бұрыштан мынау екеуі сонымен қайда бағыт алды деген дауыс естіледі. Басқа бұрыштан. Олар хан қызының жұмбағын шешуге бара жатыр. Ахметбек шешеді, оған үйленеді. Бірақ қайтар жолда мен екеуін де өлтіремін, ал қызды өзіме аламын деген дауыс естіледі. Бірінші дауыс, сен оларды қалай өлтіресің деп сұрайды. Ал жауабына олар тағы да осы жерге күш жинап алу үшін түнеуге тоқтайды. Міне сол кезде мен оларды өлтіремін деген сөзді естиді. Енді олар мұнда қайтып оралмайды. Себебі Ахметбек сені естіп отыр. Егер түнеуден бас тартса, олар келесі аялдамаға жете алмайды. Аттары әлсірейді. Ал жаяу олар алысқа ұзамайды. Міне, сол кезде мен олардың алдынан сәйгүлі қарға болып шығамын. Егер хан қызы менің үстіме мінсе, мен құстай ұшамын. Тек олар көріп үлгерсін. Ал егер Ахметбек
қасанмен мінсе, жерге лақтырып құлатып, таптап өлтіремін. Бұл адам алдағаныма көнбесе, екінші тосқауылдың пайдаланып, күміс бұлақ болып алдарынан сыңғырлаймын. Шаршап шалдыққан жолаушылар салқындап, шөлдеп басуды жөн көреді. Міне сол кезде екеуі де уланып, қызды өзіме әкетемін. Тіпті болмаса оған да маған да бұйыртпайтын жылан болып жорға хан қызының төсегіне жетемін де оны шағамын. Бірақ Ахметбек сенің не ойлайтыныңды өте тамаша естіп отыр. Сен ештеңе жүзеге асыра алмайсың. Егер Ахметбек естіген білген жайлы біреуге тіс жарып айтатын болса, қара тасқа айналады. Осылайша дауыстар тыйылды. Таң атады. Таң атқанша көзі ілмеген Ахметбек тәтті ұйқы шағында Қасенді оятады. Жуынып шайынып, жайылған дастархан шайға қанған. Олар сарайдан шығып, ал аттар ертеліп тұяқтарымен жер тартып тұр екен. Қасен, бізге мұндай бір сәтті болғанын айтудың да қажеті жоқ. Қайтар жолға да осында соғамыз депті. Ахметбек ештеңе айтпайды. Бізге мұндай енді жол жоқ деп қана ойлады. Достар ұзақ жүрді. Ақыр соңында хан тұрағына да жетті. Мұнда олар құрметті қонақты қабылданды. Жолдан шаршап келгендіктен демалып күш жинасын деген ниетпен жеке киіз үй тіктіріліп, жасөспірімдер ханның қабылдауында болып, біз алыстан бағымызды сынап, сіздің қызыңыздың жұмбағын шешуге келдік, егер рұқсат етсеңіз, деп өз ниеттерін білдіреді. Хан қызына кісі жіберіледі. Оларды көрген қыз мынадай жұмбақ жасырады. Айрылмастай үш достың бірі жер бетінде болып жатқанның бәрін көріп білетін қабілетті болыпты. Екіншісі көзді ашып жұмғанша көңілі қалаған кез келген жерге бара алады екен. Үшіншісі өлгенді тірілтетіндей емшілік қасиетке ие болыпты. Бірде ерекше көру қабілеті бары белгілі бір байдың жылап сықтап сұлу қызын жерлегелі жатқанын көреді. Лезде ақ үшеуі сол жерге жетіп, тап сол жерде оны тірілтіп алады. Риза болған бай қыздың үшеуін біріне қосуды шешеді. Бірақ кімге? Қыз кімге бұйыру керек? Жұмбақтың мазмұн сипаты осы болады. Ахметбек тұрып, көп ойланбастан былай дейді. Таңдау бай қызының өзінде. Ол кімді сүйсе соған күйеуге шығады. Жауап дұрыс болады. Ал қанша үміткерлер бай қызын емшіге, көріпкелге немесе оларды тез арада сол жерге жеткізуге бұйырады, деп бастарын қаттырыпты. Қайғы жұтып өз бастарынан айырылғандар қаншама. Хан қызын шығарып салуды өте ауқымды өткізеді. Қызына бай жасау жасайды. Ахметбек болса қызды Қасенге ұсынуды шешіпті. Ұзақ жол жүргеннен кейін бірде кеш батқан кезде олардың алдында таныс сарай тұрады. Қасеннің оған бұрылып тоқтағысы келгенмен Ахметбек өз айтқанынан қайтпайды. Жолаушылар одан өтіп кетті. Қасен өкпелі. Ахметбек, оның не? Біз қатты қажыдық қой. Бұл сарайда бізге қандай жақсылық болғанын ұмыттың ба? Қасен, деп жауап берді Ахметбек, мен саған ешқашан қастық ойламаймын, және ешқашан қырсығымды тигізбеймін. Осы жолы мені тыңдашы. Олар ары қарай жүріп кетті. Қараса олардың алдында сылдырлап кең жайылып, алысқа асығып, бұлақ ағып жатады екен. Қасен қуанғаннан айқайлап жіберді. Міне сәттілік. Оу, керуенді тоқтатыңдар. Осы жерге
түнейміз. Ахметбек сасқан жоқ. Атынан секіріп түсіп, бұлаққа жүгіріп барып, дұға оқып, артынан қамшысымен бұлақты осып-осып жіберді. Су лезде жоқ болып кетті. Қасен тағы да ренішін білдірді. Ахметбек, оның не? Сарайда демалуға мұрсат бермеп едің. Енді міне бұлақпен де солай істедің. Күшіміз жоқ. Ең құрығанда шөлімізді қандырып, салқындап алар едік қой. Мүмкін қалыңдықты маған ұсынғаныңа өкініп келе жатырған боларсың. Біздің өлгенімізді қалайсың ба? Ахметбек ештеңе деп үн қатпастан жолға шықты. Олар ұзақ жүрді. Шаршағандықтан көздері қарауытты. Аттары әлсіреп, орындарынан қозғау мүмкін болмапты. Олар жаяу жүріп кетеді. Бақайлары қанағанша қажалып, табандары ашып, аяқтары қақсап жүруден де қалыпты. Қараса, қарсы алдарынан әдемі ғажайып сәйгүлік жүйткіп келеді. Ер тұрмандары жылтылдап, көз қарықтары құдды ертегідегідей дейді. Аттарды тоқтатыңдар, деп Қасен айқайлап арғымақтарға тап берді. Бірақ Ахметбек ертерек ұмтылып, қамшымен арғымақтарды осып-осып жіберді. Ал олар лезде жер жұтқандай көз алдынан ғайып болды. Қасен мүлдем ашуланып, ызалықтан ұстамсызданып, досына көңіл қалдыратындай сөз айтты. Бұл сапар өте қиын болды, бітпейтіндей, таусылмайтындай көрінді. Ақыр соңында шаршап шалдыққан жолаушылар үйлеріне жетті. Қуанышы қойнына сыймай хан той жасады. Той 40 күн 40 түнге созылды. Ахметбек түнмен кірпік қақпай Қасеннің киіз үйінің маңында отырып жыланды күтеді. Бірде оның таңға жуық көзі ілініп кетеді. Кенеттен Қасеннің әйелінің қатты айқайлап оянып кетеді. Қараса, ару ақыл есінен айырылып өлуге айналыпты. Қара сұр жылан жастардың төсегіне ақырын жылжып түсіп барады. Ахметбек оқтай ұшып жыланды тұншықтырып өлтіреді де босағаға лақтырып тастайды. Содан кейін Қасеннің әйеліне жүгірді. Жылан шаққан әйелдің бетінен уын сорып алып түкіріп тастады. Сол кезде Қасен оянды. Ұйқысын ашпаған күйі не жағдай болғанын анықтамастан, аңғармастан, мен ұйықтап жатқанда менің әйелімді сүйдің деп кінәлай бастайды. Енді оған өзін үйлен, мен саған о баста соны айтқанмын. Бүкіл жол бойы сен бізге кедергі келтірдің деп ренішін білдірді. Амал жоқ, Ахмет Қасенге не істеген, не білген жасырмай айтып берді. Жорғалағыш ол жыланды көрсетті. Мен сенің әйеліңді сүйген жоқпын, бетінен жылан уын сорып алдым деген сөздерді айтқан кезде Ахметбек суық қара тасқа айналып кетеді. Көз жасымен қайғыны жуа алмайсың. Қасен әйелі екеуі көз жастары көл болып жылай-жылай бақ ішінен ең жақсы көріп, жақсы жерін таңдап, қара тасты көрнекті жерге қояды. Содан бері 2 жыл өтті. Олардың өмірге ұлы келді. Ол 2 жасқа толды. Бірде Қасен бақсыны үйге әкеліп, оған Ахметбекті тірілтіп алуға бола ма деген, оны тірілте ала ма деген сұрақтар қойыпты. Досына көмектесуді ойлайды. Сиқыршы былай жауап береді: сен өз ұлыңды құрбан етіп қана мақсатыңа жетесің. Оны баққа алып бар. Осы тастың үстіне қойып, қанын ағыз. Сонда сенің досың тіріледі деп жауап береді. Қасен одан бетер қайғырады. Әйелімен ақылдасып, қалай істеуге болады? Тығырықтан шығар жол жоқ. Біз әлі жас емеспіз бе? Әлі баламыз да болар. Ал Ахмет,
ахметбек сияқты досты табу қиын. Қасен ұлын баққа алып келеді. Бақытсыз ата-аналар баланы тасқа айналдырады. Сол сәтте-ақ Ахметбек тіріліп олардың алдында тұрады. Қасен әйелі екеуі оны бас салды. Қуаныштан жылап, қуанғаннан мәз болыпты. Досын сарайға енгізіп, ең құрметті орынға отырғызды. Көп кешікпей Ахметбек те өз өмірлерін ұзақ және бақытты өткізіпті.